тауешкілердің өсімі күрт төмендеп кетіпті дейді. Неше жерден қызыл кітапқа енгізіп аулауға заңмен тыйым салып қорса да азая беріпті. Осы сәтте ауылдың бір аңшысы әй-шайға қарамай бірнеше тау текені жайратып салыпты. Табиғат қорғаушылар әлгі браконьерді ұстайды, құқық қорғаушылар соттайды. Алайда содан кейін-ақ тауешкілердің төлдеуі жиілеп, саны қаулап өсе бастапты. Сөйтсе, әлгілердің арасындағы санаулы ғана кәрі таутекелер табындағы күллі кәрі жас ешкі шыбыштарды қызғыштай қорып, жас текелерді мүйіздеп маңына жолатпайды екен. Не өздері тұқым бере алмайды, ал іштендіруге қабілетті жас текелерге жол бермейді. Осылайша аңның өсімін тежеп отырған. Мұның сырын жақсы білетін аңшы әлгі кәрі текелердің көзін құртқан соң жас текелер олардың орнын басып өсім көбейген.